Всем привет! Менің жарты күндік өмірімнен влог. Осындай форматтағы видеолар ұнаса маған комментарийға белгі беріңіздер. Мен сіздерге бұдан кейін көбірек түсіріп тұратын боламын. Балалардың барлығын мамама тастап, жалғыз шыққаныма қуанып, жүрегім жарылып көшеде келе жатырмын. Бірінші тірлік қарны тойғызып алу керек. Мені білесіздер, қарны тоқ адам, көңілі тоқ адам, ақшасы көп адам деген ұстаныммен жүретін ладушкиге кірдім, бірақ маған тамақтардың выборы ұнаған жоқ. Сосын старый добрый блинчикқа келдім. Бұл жер русский кухня, домашний тамақтары өте тойымды, порциялары үлкен, бағалар да өте қолжетімді. Мінекей бағаларда примерно көз жүгірсеңіздер болады. Тамақ келем дегенше нанның жартысын опырып алғансың ғой, компотпенен. Мен мынандай домашний гуляш, жаңа пюремен заказ бердім. Примерно осы счет где-то 3000 теңгедей болды. Тойып жеп алдым дағына дальше кеттім. Мені екезуім екі құлағына барып мәз болып отырған себебі мен бүгін алтын базарға барып алтын сатып алдым. 2024 жылдың басында өзіме арнап список желаний жазып қойғам ғой, материальный да енді ше, андай үлкен армандардан бөлек просто хотелкаларым ше, соның ішінде бір алтын сырға болатын. Соны алу үшін алтын базарға келдім. Неше түрлі алтындар көрдім, бірақ бұл жерден арнайы бөлік видео тағы да салып қоямын. YouTube каналыма көрсеңіздер болады. Неше түрлі алтындарды тағып көрсеттім. Қалаған затымды алып болғаннан кейін базарда бір айналып шықтым. Енді тіке үйге қайтып кетпейсің ғой. Сөйтіп базарда жүрсе маған бір подписчицам жазады ғой, келіңіз мен сіздің тырнағыңызға лечебный маникюр жасап берейін деп. Ойбай дегенсің ғой, как раз маған лечебный маникюр керек еді. Мына еттері жалбырап, оның үстіне баламды сенімді адамға тастап кеткем. Как раз 1 сағат уақытым бар еді дедім, дағыны адресін сұрап алдым. Жан-жағыма қарайын, бір тәтті-пәтті алып баратын не бар десем, бір кофейня тұр екен. Сол жерден енді кофе ұната ма, ұнатпай ма дедім де, горячий шоколад алып алдым. Пирожныйлардың түріне қарасам онша емес екен. Сөйтіп қалған құтына жердегі барлық орешкалардың бәрін салдырып алдым, дағыны такси шақырып отырып ол жерге жетіп бардым. Нұрсат деген микрорайонда екен. Маған қарай теріс, но ничего страшного. Зато күшті красавица подписчицамен жолығып, онымен танысып, 1 сағат емес 2 сағат отырып, күшті лечебный маникюр жасап, тырнақтарыма бір майлар жақты, қолыма скраб жақты, оның сыртына пакет кигізіп, оны орап парафин істедім. Әйтеуір енді қолым деген өмір көрмеген ғой, нәрсенше массаж деген нәрсенше жұмсақ сәбидің көтеніндей болып қалды ғой. Қолдарым, тырнақтарымды да күшті етіп, мындай маникюр жасап, енді күшті. Мен өзім андай цветной лактарды ондай ұната бермеймін. Ештеңе жаққызған жоқпын, зато еттерін барлығын тазалатып алып, мәз болып үйге қайттым. Жоқ қыздар, үйге қайтпап, мен 2 сағат қарным ашып кеткен ғой, подписчицаммен сөйлесем депше, жан-жағыма қарасам, Global кофе бар екен, соған бардым, дағыны бір сэндвичпен, тоже менде бір горячий шоколадты құйғызып алдым, таксиде отырып, потому что үйге жетем дегенше ровно 30 минут, ал мен аштыққа шыдай алмаймын. Сөйттім дағыны таксиде отырып үйге жетем дегенше осы сэндвич куриный және горячий шоколадымды опырып жеп алдым. Баламды сағынып үйге келсе, балам маған қарамайды. Кеп тұрсың ау, 5 сағат көріскен жоқпыз ау деп отқан, ол жоқ. Жарайды деп барлық бала шағаны машинаға салып алдық та, күйеуімді шақырып үйге қарай қайттық машинамызбен. Үйге келе салып жолдасым екеуміз курица в кисло-сладком соусе жасадық. Өте дәмді, арысы берісі бір 20 минуттың төңірегінде дайын болатын кешкі ас. Өте дәмді, балалар да өте жақсы көреді. Бұл жолы менде гарнирға гречка болғанда да мынандай пакеттіктегі дайын гречка. Тез балалар қарны ашып келгендіктен оны сәндеп тұратындай болған жоқ. Осындай осындай неден коробкамен алып қойсаңыздар, ішінде 5 порциясы болады. Бір пакеттігінің өзіне 2 адам жақсылап тояды бар емес па? Қайнап тұрған суға, тұзды суға 15 минут, 10 минут қайнатып аласыздар, и все, гарнир дайын. Мына жерде көрсетіп жатырмыз сториста. Мына дайын болды, гречкамыз дайын болды деп тойып, барлығымыз тамақтанып алдық. Бұнымен әлі біздің күніміз біткен жоқ қыздар екен. Ыржың етіп күйеуіміз екеуміз сыртқа тағы шықтық. Себебі мен күніге уже бүгін 5-ші күн қатарынан күніге 1 сағат машинаны өзім айдап, қорқынышымды жеңіп, үйреніп жүрмін. Мына жерде мәз болып тағы да шықтым. Мына бірінші тұрған ақ машина менің көлігім, екінші тұрған жолдасым. Күніге ол мен жанымда отырып, просто айдаған тексеретін еді. Бұл жолы өзінің көлігімен жүрді да, айтты, мен артымнан еріп отыр деді. Бұл жолы өзің айда деді. Негізі мен вообще өзім айдай берем. Қорқынышым жоқ, алдында жаман қатты қорқатынмын. Жүрегім дүрсілдеп, ішім қалтырап, дірілдеп, қорқатынмын ғой, как будто бір нәрсе болып қалатын секілді. Қазір онда ешқандай қорқыныш жоқ. Аллаға мыңда бір шүкір. Осыны жазам ғой күнделікті блокнотыма. Сенімді айдап келатырмын, көңілді айдап келатырмын, бақытты айдап келатырмын деп жазу арқылы, қайта айдау арқылы қорқынышымды жеңіп, вот уже күніге
өзімнің көлігімді айдап жүрмін. Құдай қаласа енді балаларымды ары бері таситын боламын. Қалай сіздерге влог ұнады?